жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауда және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Президент бүгін тағы бір жарлыққа қол қойды. Біз әділдікті қалпына келтіріп, елдің заңсыз шығарылған барлық активті қайтаруға тиіспіз. Бұл үшін үкімет заңсыз шығарылған капиталды қайтару үшін қажетті рәсмилестірген реттеу заң жобасын әзірлейді. Сонымен қатар, заң жобасы әділетсіз баюға және активтерді заңсыз шығаруға ықпал ететін себептер мен шараларды жоюға бағытталады, деді ол. Қайтарылған барлық қаражат азаматтардың игілігіне жұмсалуы тиіс екенін атап өтті. Бұл қаржының жоғары технологиялық өндіріс орындарын ашу, мектеп және ауруханалар салу, әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға пайдалану керек. Жақын арада ауқатты кәсіпкерлердің халық игілігі үшін өздерінің әлеуметтік парақшаларында жауапкершіліктерін жандыратын деп ойлаймын, деді Тоқаев. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.